Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз 6 сынып математикасының теңдеулерін шешеміз. Яғни бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер. Номер 835 есепті көрейік. Сіздерге шығарып, түсіндіріп көрсететін боламын. Бір айнымалысы бар, яғни бір белгісіз x деген айнымалысы бар. Теңдеу. Бұл теңдеуді шешу үшін біз ұқсас қосылғыштарды бір жаққа біріктіреміз. Яғни x барларды міне теңдіктің сол жағына жинаймыз. 2x таңбасы плюс 3x болса, минус 3x болып өтеді. Тең, мына теңдіктің оң жағында тұрған санды жазамын, 22. Және плюс 17 болса, минус 17 болып өтеді. 2x-тен 3x-ті азайтамыз. Яғни бұл жерде 3 деген таңба үлкен санның алдында таңба минус болғандықтан 3-тен 2-ні аламыз және таңбасы үлкен санның таңбасы қойылады. Яғни минус 1 болады. Бірақ бізде x айнымалысының алдында 1 деген айнымалы жазылмайды, коэффициенті. 3-тен 2-ні алғанда 1 болады, ол жазылмайды, бірақ x-ті жазамыз. Яғни минус 1x болады, 1 жазылмайды. Тең 22-ден 17-ні азайтқанда 5 болады. Теңдіктің екінші жағына өткізген кезде x-дің алдында сан енді 1 ғой, 1 бөлу минус 1-ге 5-ті минус 1-ге бөліп жібергенде минус 5 болады. Яғни жауабы минус 5. Осылай шешеміз. Негізінде бұл теңдеуді ары қарай толық аяқтау үшін x минус 5-ті x-дің орнына қойып тексеруге болады. 2 көбейту минус 5 қосылған 17 тең 22 қосылған 3 көбейту минус 5. Минус 10 плюс 17, яғни 7 болады. 17-ні 10-да азайтамыз. Тең, мына жақта минус 15, 22-ден 15-ті азайтқан кезде 7 болады. Сонда екі жақ теңдіктің дәлелдейміз осылай. Есептің жауабын біз жазған кезде x-тің мәні минус 5-ке тең, яғни минус 5. 835-тің 4-ші есебін жаздым. Енді шығару үшін біз 13x-ті мына теңдіктің екінші жағына өткізгенде минус 13x болып өтеді. Сонда 16x минус 13x болады. Тең, мына жақта 27 бар. 4,5 плюс болғандықтан ол теңдіктің екінші жағына өткен кезде минус болып өтеді. Яғни санды сол жаққа, мына 13x-ті оң жаққа жібердім. Бірақ екеуінің орнын ауыстырып жаздым да. 16x-тен 13x-ті азайтатын болсақ 3x болады. 27-ден 4,5-ті азайтқан кезде 27-ден 4,5-ті азайтамыз. Яғни 27 бүтін сан, 4 бүтін сан, екеуі бірінің астына түседі, 4 сағат, одан кейін 5 болады. Азайтқан кезде мына жақта жетпейтін санға үстінен 0 бердіңіз. Яғни қарыз аламыз, 10 болады. Толық түсіндіріп жатырмын. Кейбір оқушылар мүмкін бұл әдісті естен шығарып алса, осылай қайталап еске түсіріп аламыз. 10-нан 5-ті аламыз 5. Мына біреуін беріп қойды, 6 қалды, 6-дан 4-ті аламыз 2, өтірдің астына өтір түседі. Мынау 2-ның өзі түседі. Яғни 22 бүтін 10-нан 5 қалады. Енді x табу үшін 22 бүтін 10-нан 5-ті 3-ке бөлеміз. Мына көбейтіліп тұрған 3 бөлу болып өтеді. 22-ден қайырамыз, 7-тен береміз 21. 1 қалады, мына жаққа 0, мына 5 түседі, мына жаққа 4 түседі, және де 5-тен береміз. Сонда 15 болады. Азайтқанда 0, 7 жарым болды. Міне 7 жарым, теңдіктің жауабы 7 жарым. Келесі, номер 836 есептегі бір есепті көрейік. Бірінші есеп, яғни 3,4x минус 4 тең 4,8 минус x. Енді x-ті мына жаққа өткіземіз. 3,4x мынау минус x болса, ол плюс x болып өтеді. Тең 4,8 минус 4 болса, плюс 4 болып өтеді. Теңдіктің екінші жағына. Ары қарай 3,4x-ті x-ке қосамыз. Яғни x-ның алдында 1 бар. 1-ге 3,4 коэффициенттері қосылады. Сол кезде 4,4x болады. Тең, мына екеуін қосқан кезде 8,8 болады. X-ті табатын кез, X-ті табамыз, ол үшін 8,8-ді
бөлеміз 4,4-ке. X тең 2-ге. Сонда біздің теңдеудің жауабы X тең 2 болады. Тағы да осы 836 есептің бір есебін көрейік. Енді минус 3x-ті оң жаққа, минус 8-ді сол жаққа өткізейік. Минус 3x өткен кезде мына жаққа плюс 3x болып өтеді. Мына жақта 2x бар. 2x плюс 3x, мына жақта 5 бар. Мына минус 8 плюс 8 болып өтеді. 2x-ке 3x-ті қосамыз 5x, 5-ке 8-ді қосамыз 13. Ары қарай x табамыз, 13-ті бөлеміз 5-ке. X-тің мәні бізде 2,5-тен 3 болады. Яғни 2,6 ондық бөлшек түрінде және де ондық бөлшек түрінде жазғанда осылай болады. Оқушылар 835-836 есептің қалған шығарылмаған есептерін үйде шығарып көріңдер. Сұрақтарың болса комментарийға жазуға болады, немесе жай ғана пікір қалдыруға болады. Біз қазір жеңіл түрін ғана шығардық. Алдағы уақытта осындай мәтін түрде берілген теңдеулерді және бөлшек түрінде берілген теңдеулерді, одан басқа да тақырыптардың есептерін шығаруды сіздерге осылай видеомен түсіндіріп көрсетемін. Каналға тіркеліп алыңдар оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.